Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, нәзік болып шығатын печеньенің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға бөлме температурасындағы майды саламыз. Оның үстіне қант саламыз және де венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстінен бір жұмыртқаны саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Кейін оның үстінен ұнды саламыз және де разрыхлитель мен тұзды да саламыз. Мен ұнның үстіне салып алдын ала араластырып алдым. Ең соңынан кокосовый стружканы саламыз. Яғни кокос шаңқасы. Оны да жақсылап араластырып, біркелкі болғанша араластырамыз. Және де осы тестіні холодильникке салудың керегі жоқ, бірден жасай беруге болады. Мен тестіні бір күн бұрын жасағандықтан менде холодильникте тұрды, бірақ ол міндетті емес, бірден пісіре беруге болады. Кейін дайын болған тесталарымыздан осындай кішкентай шариктар жасап, оны кокос шаңқасына аунатып пісіруге жібереміз. Құрметті көрермендер, егер сіздерге осы видео ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де каналымызға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көбірек рецепттер салып тырысамын. Және де осы дайын болған печеньеларымызды қызып тұрған пеште 13-15 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеларымыз дайын, олар өте жұп-жұмсақ болады, нәзік болады, дәмі өте керемет. Сіздер де бізбен бірге жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.